Аудан қала әкімдері Мақсұтхан Нұғманұлы қолдайды. Сіздер бірлесіп осы бағытта жұмыс жасаңыздар. Тәртіп ауданда орнатыңыздар. Әсіресе қоғамдық саяси ахуал. Өткендегі рейдтер ауданда жүріп жатыр ма, Мақсұтхан Нұғманұлы? Сіздерге өткенде айтқам, ауданда тәртіп болу үшін өздеріңіз мына ДВД-ның басшысына шығып генералға шақырыңыздар өздеріңіз. Мен үнемі айтып жатырмын, апта сайын осыны. Жіберіп жатыр, шақырып барып тәртіп орнату керек. Сонда кешегідей кісі өлімдері болмайды. Бір-бірімен жарысып, 2-3 адамнан кетіп жатыр. Оқушы балдарға дейін кетті өткенде шелде. Қармақшыда ғана төбелестер. Қазалыдағы олай болмайды. Біздің бір жаман әдетіміз, бір нәрсе шыққан кезде қимылдаймыз, одан кейін ұмытылады, болды қалады, оны аяғына дейін жеткізбейміз. Көбісіміздің әдетіміз солай, өкінішке орай. Қазалыда өткенде қимылдадың, ана бала бүкіл елді шулатқан кезде. Министрмен барып жиналыс өткіздік, тапсырма бердік, артын қайттан сұйылтып жедіңдер. Қайтадан төбелес болып жатыр. Олай болмайды.